Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге өз тәжірибеме сүйене отырып, Lesson Study жүргізудің тиімді жолдарымен бөлісемін. Шеберлік сыныптың тақырыбы Lesson Study мұғалімнің кәсіби дамуынан оқушы жетістігіне дейін. Сынып 6-шы Ә сыныбы пән Қазақстан тарихы. Lesson Study'дің циклімен жүріп отыратын болсақ, ең бірінші жоспарлауға келсек, бірінші менің сыныбымдағы проблемалар. Бұл барлық мұғалімдерде, себебі сабаққа оқушылардың назарын шоғырландырудың кейде сәтсіз болуы, кейде оқушы басына тыңдап отырып, бір кезде өздері сыбырласып кетуі. Одан кейін үздік оқушылардың өз бетінше жұмыс жасап кетуі, басқа жанындағы оқушыларға көмектеспеуі, яғни көшбасшылық қабілетінің дұрыс көрсете алмауы, екпінді оқушылардың бағасының төмендеп кетуі. Кейде екпінді оқушылар сабақ айтып жатқан кезде ақпаратты жеткізуде сөздік қорының төмендігі. Ол тек екпінді оқушыда ғана емес, кейде үздік оқушыларда болып жатады ішінара. Сонымен қатар әлеуметтік жағын зерттей келе, менің сыныбымдағы оқушылар отбасыдағы кенже балалар екен, яғни ерке балалар отыр. Сол себептен де бұның сабаққа осы жағдайда әсер етіп отырды. Сабаққа қатысты мынандай әдіс тәсілдерді қарастырдым. Сөздер банкі, теннис, жалған бараспа, футбол ойыны, диаграмма, вен диаграммасы. Бұларды сабаққа үнемі қолданып жүремін. Ішінара мына әдістерді қолданатынбыз: кемпір қосақ, бонаның алты қалпағы, кезбе тілші, детальдарын қосу, кубизм әдісін. Енді таңдап алған жаңа сабақтар, тізбектелген 3 сабақты айтатын болсақ, Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы және оның салдары, Қазақстан аумағындағы ұлыстардың құрылуы және Алтын Орда мемлекетінің гүлденуі. Бірінші Lesson Study'ді жоспарлауға келетін болсақ, бұл былай жүрді. Бірінші сабақта мен балаларға жылдар, есімдер, жер атаулар, тайпа деген ұғымдарды жазып бердім. Ол жерде балалар осы әр атауға байланысты бір жағынан топқа бөлінді, екінші жағынан сұрағын тап деген әдісті байланыстырып жібердік. Кубизм әдісін алдым. Бұл жерде анықта, суретте, қолдан дәлелде деген тапсырмалар болды. Оған нақтырақ тоқталатын болсақ, былай алынды тапсырма. Мысалға, бір топқа анықта Шыңғыс ханның бұйрығымен отырарды қоршауға аттанған кімдер? Келесі мысалы анықта Қалқа өзенінің бойындағы шайқас қашан болды? Яғни бұл жеңіл тапсырма. Одан кейін қолдан және суретте. Бұны енді Б деңгейлі оқушылар орындай алады. Ал дәлелде деген тапсырманы үздік оқушыларыма, кейде екпінді оқушыларымды алып кететіндей жағдайы бар. Осылай бөлдім тапсырмаларды. Одан кейін теннис ойынын қойдым, пысықтау үшін, бір жағынан жаңағы ойларын қорытындылау үшін. Одан кейін әр топқа мынандай бағалау парағын таратып берген болатынмын. Әр оқушы өзінің тапсырмасына қарай ұпайын алып отырады деп. Өстіп, бірінші сабағымызды жоспарладық. Енді әр сабақты жоспарлаған кезде мен әріптестеріме мынандай талқылау жазбасын, талқылау кестесін таратып отырдым, беріп отырдым. Бұл жерде мен әр оқушыға не күтемін, әр оқушыдан не күтемін. Мысалы, сып оқушыдан қағазға жазылған есімдер, жер атаудың біреуін айтып жауап береді. Анықта деген тапсырманы айтып сұрағына жауап береді. Кейде қолданды да алатын болса болады. Теннис ойында қысқа нұсқа бір мәлімет болса да айтады деп. Ал бұл оқушым осы жерде қолдан, суретте деген тапсырманы алады. Және теннис ойындағы 2-3 мәлімет айтады. Ал үздік оқушым, бұл жерде топқа жауап береді, топтағы оқушылардың кейбірінің жауаптарын толықтырады және дәлелде деген тапсырманы алады. Теннис ойында 2-3 мәліметті айтып бере алады деген сияқты осы жазып қойдым. Бұл менің күтілетін нәтижем. Ал мына бағанға қатысып отырған мұғалім, бақылап отырған мұғалім осы қаншалықты осы орындалды, бала қаншалықты осыған жауап бере алды, соны өзі жазып отырады. Мүмкін одан да басқа, мына жерде жазылғаннан басқа да бір күткен нәтижелер болған шығар, соны да тіркеп отырады. Оқушылармен сұхбаттасу. Әр сабақтың соңында мен балалармен сұхбат алғаннан гөрі, оны жазбаша тіркеу үшін және 6-шы класстың оқушыларына ойыңды жаз дегеннен гөрі, мынандай белгілер қою арқылы алайын деп мынандай сызбаны жаздым. Мысалға, сұрақ құрастыра аламын, теннис ойында қысқа нұсқа сұрақ құрастырып оны айта аламын, есте сақтай аламын, оқиғаны жылды деген сияқты. Кейде қате айтып тұрған жауабымды басқалар түзесе ренжімеймін. Бұны да қосып қойдым, балаларға кішкене дұрыс түсінсін. Кейбірде сынды дұрыс қабылдай алмайтын бала болады ортамызда. Болған оқиғалардың дұрыс бұрыстығын өз ойынша баға береді. Одан кейін бұл бірінші сабақта алған сұхбатының үлгісі. Келесі сабақта мен астындағы сызбаны алып тастадық та тек қана осы жерді қойып қойдық. Балаға сабақтың қай бөлігі ұнағанын, картамен жұмыс па, сәйкестендірме қайсы көбірек ұнады, соны анықтау үшін, және оның дағдыларын, қандай дағдыны ол дамыта алды бүгін, нені істей алды, сұрақ құрастыра алды ма, сәйкестендіре алды ма, соны әр сабақтың ретіне қарай мына жер ауысып отырып жасадым. Енді бірінші сабақты өткізіп, оның талқылауы жүрді. Бұл талқылауда кубизм әдісі жақсы әсер етті балаларға, бірақ уақытты көп қажет етеді екен. Сол себепті теннис ойынына үлгермей қалдық біз. Серпілген сауал арқылы оқушылардың тапсырманы толықтырып айтатындығына уақыт керек деген себебінен соны қойып отырдым балаларға.
әдіс қалай әсер еткеніне келетін болсақ, С оқушы өз тапсырмасын орындады, бұл оқушы белсенді болды, өзінің ойлағанындай болды. А оқушы тек өзіне берілген ғана тапсырманы орындап, басқаларға көмек бермеді. Енді бағалау парақшам тиімсіз болды, себебі балалар қосымша сұрақтарға жауап беріп, басқаның сұрағына жауап беріп отырып, өз тапсырмасын орындамай, басқа арқылы ұпай алып отырды, басқа тапсырма орындау арқылы. Сол себепті енді келесі сабақты жоспарлауда әріптестерімізбен мынандай әдістерді, мынандай тапсырмаларды құрастырдық. Бірінші, топқа бөлгенде 4 топ болып қала берді, себебі топта оқушы аз болғанын қаладық. Екінші, картамен жұмысты бердік, себебі ұлыстардың жерлерін жай картаға орналастырсын. Ұлыс, яса, құрылтай сөздерін сәйкестендір дедім балаларға. Одан кейін Бонаның 6 қалпағы деген әдісті алдым. Бұл жерде ақ, жасыл, көкті және теннис ойынын қостым. Одан кейін бағалау парағы дедім ғой, бұны мен былай қылып жасадым, себебі балаларға түсінікті болсын дедім. Тапсырма тұрсын және қай тапсырмадан қанша ұпай алып отырғанын бала біліп отырып, өзі айтып отырсын деп, осылай деп жоспарладық. Енді lesson study'дің екінші сабағы өткізілді. Бұл жерде сабақтағы әдіс тәсілдерім қалай болды? Оқушыларым сабақтың басында оқулықпен де жұмыс жасады, өзім айтып та түсіндіріп, картамен де бірінші сабақтан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Оқушылар оқулықтағы картаны қолдана отырып, бұл тапсырманы орындады. Сәйкестендіру тапсырмасында жылдам орындады, себебі олар өзара алдында талқылаған болатын. Ал Бонаның 6 қалпағы, яғни ақ, жасыл, көк қалпақтарды алған едім ғой. Бұларда ойларын жинақтап, әр топтан оқушылар айта білді. Ақ қалпақты көбірек айтты, 3-4 оқушыдан әр топтан жауап беріп отырды. Бұл оқушым 2 қалпақтың мәліметін айтып берді маған, ақ қалпақ пен жасыл қалпақты. Ал А оқушым 3-еуінде жауап беріп, өзінің ойын тұжырымдап отырды. Теннис ойынында ойнап үлгердік, жылдам орындадық, уақытты осы жол тиімді пайдаландық. Енді әдіс тәсілдердің оқушыларға қалай әсер еткеніне келер болсақ, С оқушы бұл жерде өзінің сұрағына жауап берді, бірақ картамен жұмысқа қатыспады. Бірақ айтып берген кезде төленің жаңағы ұлысының жер аумағын жатқа айтып берді. Сәйкестендіруді орындамады жазбаша, ауызша сұрағанымда 2 жауабын дұрыс айтып берді. Бұл оқушым белсенді болды, картамен жұмыста жылдамдық көрсетті, ортаға шығып оны қорғап, басқалардың қателерін де түзеп отырды. Ал А оқушым бұл жерде тек қана өзіне берілген тапсырманы орындады, басқаларға көмек бермеді. А оқушының тобында С оқушы отырған еді, ол сәйкестендіру тапсырмасына үлгермей жатқанда оған көмек бермеді. Қорғау қылған кезде өзі шығып, барлығын өзі айтып беріп отырды. Енді бағалауымыз өте тиімді болды. Балалар өздерінің қанша балл алғанын сабақтың соңында маған айтып отырды. Бұл бір жағынан балаларға жаңағы ойын ашық айтқанда және шын айтқандығына әкелді. Балалар яғни өзінің балдарын өздері шын айтып отырды. Тағы міне бағалау парағында бұлай болған, теннис ойыны осылай болды, Бонаның 6 қалпағы деген осындай болған болатын. Ал жаңағы балалардан сауалнама алатын кезде міне осындай тапсырмалар, осындай сұрақтар болды. Енді 3-ші сабаққа келетін болсақ, 3-ші сабаққа жоспарлау кезінде менің әріптестерім мынандай ұсыныс айтты. С оқушыны жылжыту үшін енді оқушылар деңгейіне қарай бөліп көрсек қалай болады деп. Топқа бөлуде сонымен алтын орданың құрылуы деген тақырып оған ыңғайлы келіп тұрды. Бұл жерде жаңа білесіздер, Жошы қайтыс болғаннан кейін Шыңғыс хан оның ұрпақтарының арасында кикілжің болмас үшін ордаға шақырып, оларға әртүрлі қазақ не қойды ғой, киіз үй салып қойды ғой. Ақ, жаңағы алтын ордағы алтын жалатылған, одан кейін көк орда, күміс босағалы, содан кейін болат босағалы, боз орда. Осы как раз ыңғайлы келгендіктен мен балаларға деңгейлік тапсырма құрастырып осылай бердім. Мынаны сізге көрсетіп кетейін. Бұл былай болды. Бұның түстерін балалар аңғармады, өздері жауап сұрақтарды ала берді. Одан кейін барып бір кезде бір екпінді оқушылар мына сұр түстегі сұраққа жүгіргеннен кейін мен айттым. Бұл жерде деңгейлік сұрақтар балалар. Кім қандай топқа бөлінетіні осыған байланысты деп, одан кейін олар кіші қарап, жаңа сұрақтарды оқып дұрыстап ала бастады. Бұл жерде мынандай постер жазу деген тапсырманы алдық. Назар аударсаңыздар, мына бірінші топқа, үздіктердің тобына мен алтын орда мемлекеті деп жалпылама беріп, оларға 5 түр тапсырма бердім. Яғни 5 оқушы 5-еуін жазып шықты. Одан кейін екпінділердің тобына бұл жаңағы көк орда болды. Көк ордаға Бати туралы бердім. Батиға қатысты мәліметтерді жазып шықсын деп. Ал С оқушыларым жиналған топқа сәйкестендіру бердім. Әсер еткеніне келетін болсақ, С оқушы топта өзін еркін ұстады. Тапсырманы кітаптан қарап, әйтеуір топтағыларға көмектесіп, барынша ана басқа топтан қалып қалмайық, жылдамдатайық, тездетейік дегендей жаңағы өзінің тобында белсенді болды. Бұл оқушы да белсенді болды, өзінің тобын алып шықты.
постер қорғағанда өзі басты рөлді алып жаңағы басқаларға көрсетіп, басқаларды бағыттап, енді сен мынаны айтсаңшы, енді сен мынаны айтсаңшы деген сияқты рөлдерін бағыттап отырды. Өкінішке орай а оқушы ол жерде сабаққа келмеді. Енді бағалау критерийі берілді балалардың өздеріне. Сол бағалау критерийіне байланысты балалар жауап беріп, сол бойынша ұпайларын алып отырды. Оқушыларымда қандай прогресс болды, соған тоқталатын болсам, с оқушым деңгейлік тапсырмаға қарай топқа бөлгенде белсенді болды. Яғни бұл жерде әлеуметтену жүрді. Сабақ мақсатына сәйкес кем дегенде бір минималды нәтижеге жетті. Басына түскен кезде әрекет ету керек екендігін ол жерде көрсетті. Ақпаратты іздеу қабілеті бар екендігін ол жерде байқатты. Бұл оқушым қойылған сұрақтарға жауап берді, тапсырмаларды орындау кезінде өзінің түсінгендігін байқатты және ойын ашық айтты. Кейбір оқушылардың қателіктерін түзеп отырды. Жалпы топтың да жұптың да жұмысына ол белсенді қатысып отырды және топты басқара алатындығын көрсетті мына үшінші сабақта. А оқушы мен алған әдіс тәсілдің барлығын оңай және еркін жаңа жауап бере алады, еркін жұмыс істей алады осы әдістердің барлығымен. Бірақ енді оның бойында көшбасшылық қабілетін дамытуды ұйымдастырамын деп отырмын. Өз қорытындыларым, нәтижелерімді жазу дегендерге келейік. Енді қалай болды? Бұл lesson study'дің маған пайдалы болғаны, зерттеу тақырыбын айқындап алдым. Қандай тақырыпта, әр сыныпта әртүрлі мәселе бойынша зерттейміз ғой. Сол әр сыныпта әртүрлі подход болады, соны қарадым. Б оқушыны А оқушы қатарына қалай қосу керек, яғни осы арқылы қосылды. Бағалау парағын әр топқа беріп, өздерін шынайы бағалауға үйреттім балаларымды. Оқушыларды топтық жұмыстағы бірлесіп жұмыс істеудің тиімді болатындығын, өз тәжірибеме анализ жасадым. Түзететін, үйренетін тұстарым бар екен. Әдіс тәсілдерді зерттеп, оны ары қарай тәжірибеме енгізу. Енді түзету қажет нәрселерім. Сол оқушы үнемі назар талап етіп отырады екен. Мысалы, кубизм әдісінде ол өзін көрсете алмады. Сол себептен с оқушыны назардан қалдырмау. А, Б, С оқушылары бар топтарға баса назар аударып кетіппін. Яғни бұл жерде мен оқушылардың барлығына бірдей назар аударуым керек, мен соны түйдім. А оқушының көшбасшылығын қолдануға бағыттау, яғни көшбасшы болу керек, соған үйрету, соған бағыт бағдар беруім керек. Және мен оқушыларға көп жауапкершілік артпайтын кездер болады екен, олар жасай алмай қалады деген сияқты сенімсіздік. Міне осыны тоқтатып, балаларға жауапкершілікті арту, олар жасай алады, олар үйрене алады деген сияқты жауапкершілік арту. Одан кейін әріптестерімнің ұсынысына назар аудару, өзімнің ішкі сезіміме назар аудару, яғни балаға сену. Уақытты дозалау. Бұл енді барлық кезде басты мәселе ғой, уақытты дозалау. Себебі осы уақыт дозалау арқылы ғана біз нәтижемізді көре аламыз. Осы бола тұрса да, біле тұрсақ та осыны басты назарда ұстауды өзім ойыма түйдім.